Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Бүгінгі сабақта көп таңбалы сандарды баған түрінде қосуды және азайтуды үйренесің. Енді бірінші ережеге қарайық. Есіңде сақта. Көп таңбалы сандарды қосу кезінде бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің, мыңдықтарды мыңдықтардың астына тағы да сол сияқты жазады. Бірліктерді бірліктерге, ондықтарды ондықтарға, жүздіктерді жүздіктерге, мыңдықтарды мыңдықтарға тағы да сол сияқты қосады. Енді мысал ретінде бір өрнекті қарайық. Мысалы, сіздерге 5426 қосылған 3182 берілген. Міне, бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына, және мыңдықты мыңдықтың астына жазамыз. Енді қосамыз. Бірлікті бірлікке қосамыз, яғни 6-ға 2-ні қосамыз. 8. Енді ондықты қосамыз. 2-ні 8-ге қосамыз. 10. Оның 0-ін жазамыз, 1-і ойда. Жүздіктерді қосамыз. 4-ке 1-ді қосамыз, 5, ойдағымен 6. Және де мыңдықтарды қосамыз, 5 3-ке 8. Сонда 8608. Қалғандарын дәл осылай оқушылармен қарап шықсаңыздар. Көп таңбалы сандарды азайту кезінде бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің, мыңдықтарды мыңдықтардың астына тағы да сол сияқты жазады. Азайтқан кезде де дәл солай бірліктерден бірліктерді, ондықтардан ондықтарды, жүздіктерден жүздіктерді, мыңдықтардан мыңдықтарды тағы да сол сияқты азайтамыз. Енді мысал ретінде қарайық. Мысалы, екіншісін көрейік. 12680 азайту 7453. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 0-ден 3-ті азайтамыз. 0-ден 3 азайтылмағандықтан біз 8-дің 1/10-ын береміз. 10-нан 3-ті азайтамыз 7. Енді 1/10-ын бердік қой, яғни бұнда 7 ондық қалды. 7-ден 5-ті азайтамыз 2. 6-дан 4-ті азайтамыз 2. Келесі мыңдықты азайтамыз. 2-ден 7-ні азайта алмаймыз, сондықтан да жүздік мыңдықтан біреуін береміз. 12-ден 7-ні азайтамыз 5. Сонда 5227 шығады. Жазған кезде де балалар қараңыздар. Бірліктің астына бірлікті жазамыз. Ондықты астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті, мыңдықтың астына мыңдықты жазамыз. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. 984140 азайту 568. Яғни бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жазамыз. Енді азайтайық. 0-ден 8-ді азайта алмаймыз, сондықтан да 4-тің 1/10-ын береміз. 10, 10-нан 8-ді азайтамыз 2. Енді бізде 3 ондық қалды. Бұлай қойып қояқ, нүкте бергеніміз, е. 3-тен 6-ны азайта алмаймыз, ол үшін жүздіктен біреуін береміз. Сонда 13-тен 6-ны азайтамыз 7. Мына жерде бізде 0 қалды, сондықтан да мыңдықтан біреуін береміз. 10-нан 5-ті азайтамыз 5. Мұнда 3 қалды, 8 және 9. Сонымен 983572. Келесіні қарайық. 125659 азайтылған 4128. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 9-дан 8 азайтамыз 1. 5-тен 2-ні азайтамыз 3. 6-дан 1-ді азайтамыз 5. 5-тен 4-ті азайтамыз 1. 2-нің өзін жазамыз және 1-ді жазамыз. Сонда 121531. Оқушылар, қалған өрнектерді де өздеріңіз тексеріп шығуларыңызға болады. Келесі 4-ші тапсырма. Жазбаша орында қалай есептеу қажеттігін түсіндір. Яғни оқушылар бізге бағандап шығаруға жеңіл,
Сондықтан да бұл жерде дәл солай бағандап шығардық. Бағандап шығару кезінде бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жазатын боламыз. Яғни біріншісіне қарайық. 5003 азайтылған 845. Бірлікті міне жаздық. 3-тен 5 азайтамыз. Азайтылмайды, сондықтан да ондықтың біреуін береміз. 10-нан 3-ті азайтамыз. 13-тен 5-ті азайтамыз. 8. Енді біз 0 ғой мұнда, сондықтан мына жақтан беріп отырмыз ғой бір-бірден, иә? Енді қарайық. Мұнда бізде 9 қалды. 9-дан 4-ті азайтамыз. 5. Мұнда тағы да 9 қалды. Біреуін алдық қой. 9-дан 8-ді азайтамыз. 1. Енді мұнда бізде мыңдықта 4 мыңдық қалады. Сонда 4158 болады мәні. Оқушылар қалған өрнектерді де тексеріп шығыңыздар. Келесі 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Мен Алматыда тұрамын. Біздің сынып Нұр-Сұлтан қаласына балалар фестиваліне баруды жоспарлап отыр. Біз онлайн билет сатып алуға шешім қабылдадық. Іздестіруіміздің нәтижесі қандай болғанына қара. Ең арзан билетті таңдауға көмектес. Ең жылдам жүретін пойыздың купесіне бір ересек адамға және бір балаға арналған билеттің жалпы бағасы неше теңге тұрады. Енді пойыздыға қарайық және де балалардың ересектердің билеттеріне қарайық. Енді бізге айтады, ең арзан билетті таңдауға көмектес. Ең арзан билет балалар бізде, яғни ол пойыздың номер 4-ші пойыздың уақыты оның 18 сағат 24 минут, ересектердің билеті 6761 теңге, ал балалардың билеті 3380 теңге екен. Яғни ең арзан билет осы екен. Ал енді бізге тапсырма былай делінген. Ең жылдам жүретін пойыздың купесіне бір ересек адамға және бір балаға арналған билеттің жалпы бағасы неше теңге. Ендеше біз купенің билетті алайық, купедегі, яғни ол міне ең жылдам, яғни бізде міне 16 сағат 6 минут. Яғни ересектің билеті 15115, ал балалардың билеті 7158. Ендеше осы екеуін бір-біріне қосып көрейік кәнеке. 15115 қосылған 7158. Яғни балалар бұнда да дәл солай бірлікті астына жазуымыз керекпіз. 5-ті 8-ге қосамыз 13, 3-ін жазамыз 1 ойда, 1-ді 5-ге қосамыз 6, ойдағы мен 7, 1-ді 1-ге қосамыз 2, 5-ті 7-ге қосамыз 12, 2-ін жазамыз 1 ойда, сонда 2, 22273 теңге шығады екен. Келесі 6-шы тапсырма. Әуе жолы кассасының бірінде қанша билет сатылғаны кестеде көрсетілген. Алғашқы 3 айда және жарты жылда қанша билет сатылғаны есепте. Яғни балалар бізге сатылған билеттер саны сөзбен жазылған, бірақ біз соларды сіздермен санмен жазамыз. Сөзбен емес, санмен. Енді 3 айда қанша билет сатылған есептейік. Қаңтар айында 5005, қарайық. Содан кейін ақпан айында 10308 және наурыз айында 12508. Енді қарайық. 5005-ті қосамыз 10308-ге және қосамыз 12508. Тен болады 27821. Бұл 3 айда билет сатылған саны. Ал енді бізге айтады 3 айда және жарты жылда, яғни 6 айда. Жарты жыл деген 6 айдың қанша билет сатылғанын табайық. 5005 қосу 10308 қосу 12508 қосылған 953 қосу 4390 қосылған 2020. Тен болады 35184 билет сатылған екен. Келесі 7-ші тапсырма. Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына пойызбен келе жатқанда біз сандарға қатысты ойын ойлап таптық. Енді бұл қандай ойын екен? Өрнектерді дәптеріңе бағанмен жаз.
3, 7, 6, 2 цифрларынан ең кіші және ең үлкен 4 таңбалы сандар жаз. Яғни міне ең үлкен сан ол 7632, ал ең кіші сан 2367. Енді олардың айырмасын тап дейді. Қанекей бірге айырмасын тауып көрейік. 7632 азайтылған 2367. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 2-ден 7-ні азайтылмаймыз. Оның біреуін береміз. Ондықтан 12. 12-ден 7-ні азайтамыз. 5. 2 қалды. 2-ден 6-ны азайтылмайды. Сондықтан жүздіктен біреуін береміз. 12-ден 6-ны азайтамыз. 6. 5 жүздік қалды. 5-тен 3-ті азайтамыз. 2. 7-ден 2-ні азайтамыз. 5. Яғни 5265. Айырмасын таптық. Айырманың цифрларынан дейді, яғни мынау айырманың цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрастырайық. Енді осыдан біз сіздермен ең кіші және ең үлкен сан құрастырайық. Ең үлкен сан ол бізде 6552. Ал ең кіші сан ол 2556 деген сан шығады. Түсінікті ғой, оқушылар. Келесі 8-ші тапсырма, яғни мәтінді оқы. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласынан басқа қалаларға дейінгі автокөлік жолының ара қашықтығы. Ақтөбе қаласы 1500 км, Павлодар қаласы 440 км, Тараз қаласы 1700 км, Түркістан қаласы 1300 км, Ақтау қаласы 2700 км, Атырау қаласы 2100 км, Көкшетау қаласы 310 км, Өскемен қаласы 990 км, Орал қаласы 2000 км, Петропавл қаласы 610 км, Қостанай қаласы 700 км. Мәтіндегі сандарды өз суретімен жаз. Тексерейік. 310, 440, 610, 700, 990, 1300, 1500, 1700, 2000, 2100, 2700. Келесі 9-шы тапсырма. Автобекетте 7 үлкен автобус және 5 шағын автобус тұр. 6 машина жолға шығып кетті. Біз бір үлкен автобус пен 5 шағын автобус жолға шығып кетті деп тұжырымдай аламыз ба? Барлық мүмкін нұсқаларды қарастыр. Енді қарайық. Яғни бір үлкен автобус және 5 шағын автобус болуы мүмкін. 2 үлкен автобус және 4 шағын автобус болуы мүмкін. 3 үлкен автобус және 3 шағын автобус. 4 үлкен автобус және 2 шағын автобус. 5 үлкен автобус және 1 шағын автобус. Немесе 6 үлкен автобус. Сонымен мүмкін болатын бізде 6 нұсқа бар екен. Және соңғы тапсырма бұл үй тапсырмасы есептеуді жазбаша орында. Яғни бұнда оқушылар бағандап шығаруға болады. Миллион деген саннан азайтамыз 234-ті. Яғни 234-ті астына жазғанда бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жазамыз. Енді азайтамыз. Яғни 0-ден 4-ті азайтамыз. Мына жақтан біз сіздермен не істейміз? Береміз қарызға. 0-ден 10-нан 4-ті азайтамыз 6, мына жерде бізде 9 қалды, 9-дан 3-ті азайтамыз 6, 9 қалды, 9-дан 2-ні азайтамыз 7, 9, 9, 9 және мына жерде 0. Сонда бізде 999.766 шығады. Қалған өрнектерді тексеріп шығуларыңызға болады. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.